Evleriniz period kazanmıştı mı? Ya. Ondan İngiliz'ini de saqlab yur. Period kazandı. Tushunmaydi. Endi bilib qol. Ani evlerimiz qanday? Yaxshi. Kim topshirma bo'yicha yaxshi tushunib bermar ekan, kelasi tanishlarimiz bor. Осы периодтық жүйенің құрылымымен танысамыз. Бірінші, периодтық жүйеде периодтар дейміз. Неше периодтар екен? 7 периодтар. Осы алдыңғы 1, 2, 3 периодтар, 3 периодтар деп аталады. Себебі олар бір қатардан тұрады. Ал 4, 5, 6 үлкен периодтар деп аталады. 7-ші период одан үлкен период болса, бірақ аяқталмаған периодқа жатады. Период дегеніміз металдардан, соның ішінде сілтілік металдардан басталып, инертті газдардан аяқталатын көлденең қатарды айтамыз. Периодтар деп сілтілік металдан басталып, инертті газдан аяқталатын көлденең қатар, горизонталь деп айтады. Көлденең қатар период деп аталады екен. Енді мына жоғарыға қарайтын элементтер топтары. Неше топ бар екен мына жерде? Мына жерге дейін 8 топ бар екен. Периодтық кезде 8 топ бар. Әрбір топтың өзі екіге бөлінеді. Міне, А, В деп топты бар. А деген негізгі топшада бар. В қосымша топшада. Қосымша топшада көбіне үлкен периодтық элементтер тұрады екен. Қосымша топшада үлкен периодтық элементтер тұрады. Енді негізгі топшада элементтер саны көбірек болады. Бұл жаңағы топ бойынша. Енді қатарға қарайық. Қатар. Неше қатар бар? 10 қатар бар екен. Жаңағы кіші периодтар бір-бір қатардан тұрады деп айттық екен. Енді 4-ке келейік. 4-ші, 5-ші қатардан. 5-ші период 6-ші, 7-ші қатардан, яғни 2 қатардан тұрады. Сондықтан ол үлкен период деп аталған екен. Енді жаңағы топтарда бір-бірімен химиялық, физикалық қасиеттері ұқсас элементтерді бір топқа біріктірген. Физикалық және химиялық қасиеттері бір-бірімен ұқсас элементтерді бір топқа біріктірді. Немесе оны табиғи топ, немесе табиғи ионастар деп айтады. Бірінші топты қарай қойды. Литий, натрий, рубидий, цезий, франций. Бұлар сілтілік металдар деп аталады екен. Бірінші топта. Себебі литийдің қасиетін натрий қайтарайық, натрийдің қасиетін калий қайтарайық. Яғни бұлардың физикалық, химиялық қасиеттері бір-біріне ұқсас болса, оларды бірінші топқа біріктірген. Және бұл сілтілік металдар деп аталатын себебі олар сумен әрекеттескенде сілті түзеді екен. Сумен әрекеттесіп түзетілген сілтілік металдар деп аталған. Келесі 7-ші топқа келейік. 7-ші топ фтордан басталады. Фтор, хлор, бром, йод, астар. Негізгі топшасында самараттың. Бұлар металдармен қосылғанда 7-ші топтар бар. Тұз түзет, немесе бұларды галогендер топ деп аталады. Қандай топтар екен? Галогендер. Яғни тұз түзушілер деген. Енді ең соңында 8-ші топқа келейік. 8-ші топталар гелийден басталыпты да, гелий, неон, аргон, криптон, ксенон, протон. Бұлар инертті газдар деп аталады. Инертті газдар немесе асыл газдар, немесе еріншек газдар деп аталады. Себебі олар басқа заттармен реакцияға түспейтіндіктен еріншек жалқау газдар деп айтады.
Жалпы химиялық атау инертті газдар айтасыздар. Келе болады деді? Металлдар, иә. Төменгі сол жақтағылар металлдар болады деп айтады. Сонда жалпы химиялық элементтерді кім деген қармен? Бер, целлюлоз. Қалай деп екі топқа бөледі? Металлдар екі топқа бөлінген. Және осы периодтық жүйеде химиялық элементтердің ішінде ең көп таралған металлдар. Сан жағынан көп, 90-нан астам металлдар. Көпшілігі сонда металлдар екен. Ал бейметаллдардың саны одан азырақ болады екен. Периодтық жүйеде тағы бір айта кететін жаңағы Менделеевтің өзі периодтық кестені жасарда элементтерді, яғни салыстырмалы атомдық массасының өсу ретімен және ядро зарядтарының өсу ретімен орналастырған. Және сол әрбір элементке не берді? Рет нөмірін санын берді. Немесе ол тағы не деп аталады? Ядро зарядтар деп аталып кеткен. Сосын сол кездерде Менделеев өзінің көрегенділігімен кейбір торлар бос тастап кеткізді. Аяқталмаған деп айтты ғой. Кезінде не етті? Ол әлі болса алар уақытта химиялық элементтер ашылады деген болжаммен бос орындар тастап кеткен екен. Сонымен қорыта келгенде қазіргі уақытта периодтық жүйеде қанша химиялық элементтер? 118. Сонда дұрыс жауабымыз бар. 118 болу керек еді. 116 дұрыс жауап деп бердіңіздер кейбіреулердің білесіз ғой. Ал жалпы химиялық элементтердің периодтық жүйесінің құрылымы туралы қысқаша осылай. Түсіндіңіздер ме? Түсінбеген болсаңыздар сұрауға болады. Ал ол кісінің жасап кеткен периодтық жүйесі, ашқан периодтық заңы күні бүгінге дейін қолданыста, қолданып пайдаланып келеміз. Жалпы периодтық жүйенің құрылымы туралы қысқаша осыны білсеңіздер, естеңіздер, жарайды. Түсінікті болды ма? Түсінікті болса, келесі тапсырмамыз бар. Алдарыңызда жазып жібересіздер, химиялық жазып жібересіздер, жаза берме. Айтыңдар, ненің орнына жасырын сөз деген білесіздер алды. Мына жерде көптіктің орнына қандай сөздер түсу керек? Жаңа мен айтып кеткен жаңа тақырыптың ішінде бар бәрде. Жаңа периодтық жүйеде барлық элементтердің ненің артуы бойынша орналасқан, горизонталь қатар не деп аталады. Керек сөздерді бірден жаза қойыңдар ме? Дәптерлеріңе жаза қойыңдар, шапшаң жаза қойыңдар. Бірден не жазасаң, қандай сөз тұратында жерде, соны жаза қойыңдар. Ана көпірткен орнына қандай сөз тұру, жаңа көріп тұр ма? Көрмейме. Периодтық жүйеде барлық элементтер ненің атауы бойынша орналасқан еді. Содан кейін элементтердің горизонталь қатары не деп аталады? Тік қатарлар не деп аталады? Тігінен. Төменгі сол жақ бұрышында не орналасқан? Жоғары оң бұрышында не деп орналасқан? Элементтердің көпшілігі. Элементтердің көпшілігі. Бірден-текте керек сөз жазады ма? Айтайық бірінші, кім айтады? Периодтық жүйеде барлық элементтер нелердің артуы бойынша орналасқан? Қол көтеріп алыңдар. Қол көтеріп. Нелерді айта аласың? Айта аласың. Атом ядроларының зарядының артуы бойынша орналасқан.
ядро зарядтар арқылы бойынша орналасқан келесі элементтердің горизонталь қатары қалай айтылады деді? Көлденең қатары деп атаған дұрыс. Абдулла жауап берді. Тік қатарлар не деп айтамыз? Тік қатарлар. Тік қатарлар. Вертикаль. Топтар. Топтар. Келесі. Төменгі сол жағындағы бұрышқа орналасқан. Металдар. Kurşun. Иә. Жоғарғы. Оң жақ бұрыштағылар. Металдар. Сосын? Elementler kurşunu. Металдар. 90-ға жуықта металдар деп айтты. Жалпы металдар. Келесін сашамын. Ал өздері жазғандарын қарап тексере өзі. Керек сөздер ағылай болады. Қалай дұрыс кетеді? Жақсы, қателерін дұрыстап жазып алсаңдар, одан келесі ары қарай келесі өрнекке